Сәлем қыздар, бүгін сіздермен осы королевский бархат тортының толықтай сборкасымен обтяжкасын жасап көрсететін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен осындай 3 түрлі бисквит пісіріп аламыз. 3 түрлі начинкамен рецептісін описание бөліміне толықтай жазып қалдыратын боламын. Одан кейін оны толықтай суытып, бетіндегі артық жерлерін, яғни шапкасын алып тастаймыз. Одан кейін торттың ішкі кремін жасаудан бастаймыз. Мен творожный сыр, сливки және де сахарный пудраны пайдаланып, осындай крем жасап алдым. Сливки мен творожный сырдың ең сапалысын пайдалануға тырысыңыздар. Ең алдымен творожный сыр мен сахарный пудраны осы видеодағыдай етіп, біркелкі етіп араластырып аламыз. Мен 36% сливки қолдандым. Негізінен 32 мен 33% сливки қолдансаңыздар да өте жақсы шығады. Кремімізді дайындап алдық, яғни ішкі кремі дайын. Енді бисквиттарымызды осылай кольцоға орналастырамыз. Ең астына орехпен жасалған бисквитті салдым. Одан кейін кремімізді толықтай осылай 2 бөлікке бөліп, сборкасын жасайтын боламыз. Екінші бөлігіне макпен жасалған бисквитті салдым. Одан кейін қалған кремді толықтай орналастырып, бетіне какао қосылған бисквитті орналастырамыз. Осылай торттың ішкі кремін дайындап, сборкасын жасағаннан кейін кольцомызды қатты қысып, яғни біркелкі етіп, холодильникте 7-8 сағаттай ұстауымыз керек. Яғни крем толықтай сіңіп, обтяжкаға дайын болғанға дейін ұстауымыз керек. Міне менде 8 сағаттай тұрды. Енді обтяжкасын жасаудан бастаймыз. Ол үшін осындай қолға жабыспайтын крем пайдаландым. Бұның рецептісін мен каналыма салып кеткен болатынмын. Қолға жабыспайтын обтяжкаға арналған крем деп каналда тұр. Ең алдымен холодильниктен шығарғаннан кейін обтяжка жасамас бұрын тортыңызды 5 минутқа тоңазытқышқа салып аласыз. Одан кейін осылай черновой вариантты жасаймыз ең алдымен. Ол дегеніміз, яғни торттың сыртындағы сборкасы бөліміндегі барлық кремді жауып, бір рет черновой вариант жасап шығу керек. Және де ескеретін бір жайт, әр этапты жасаған кезде тортымызды 5 минуттан тоңазытқышқа сақтап қойып аламыз. Міне тура осылай жұқалап бір рет тортты қаптап шығу керек. Мен 5 минут
тоңазытқышқа қойдым. Енді екінші этабын жасап жатырмын. Осындай тортқа арналған барлық сыртқы кремдерді және де ішкі кремдерін, бисквиттің барлық рецептісін каналыма салып кететін боламын. Сол үшін каналға тіркеліп лайк басып отырыңыздар. Тағы да 5 минутқа тоңазытқышқа қойып алдым. Енді менде соңғы этап толықтай тортты тегістеу этапы басталды. Барлық кремді осылай салып, енді тортты тегістейтін боламыз. Дәл осылай қолымызды қозғалтпай, тек кольцомызды қозғалта отырып, тортты толықтай әдемілеп тегістеп шығамыз. Крем жетпей қалған жерлеріне кремін жағып, тортты тегістеуді бастаймыз. Міне тортымызды осылай тегістеп дайындап алдық.